Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Rasulina wa Shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұхтарам жамағат, құрметті бауырлар. Бүгін Аллах Тағаланың қалауымен, Аллах Тағаланың бізге берген нығметінің кеңшілігінің арқасында, иншалла, сіздер мен біздер осы жұма күні ақида сабағын бастайық деп отырмыз. Аллах Тағала иншалла ниеттерімізді қабыл етсін, амалдарымызды қабыл етсін. Осы ең қасиетті ілімді дұрыстап оқып, Алла Тағаланы дұрыс тануымызды, ақыретке дұрыс иман келтіруімізді, дұрыс жолда жүруімізді Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, иншалла. Енді біз осы бүгінгі шарықтайтын кітабымызға кіріспестен бұрын жалпы ақида ілімінің маңыздылығына, анықтамасына тоқталып кетсек, иншалла. Енді ақида ілімі, таухид ілімі деп көп естіп жатасыздар, құлақтарыңызда үйренді. Бірақ осы неге бұлай аталды? Бұл ілімнің маңыздылығы неге деген сұрақтар туындауы мүмкін, иншалла. Әрине, негізі асылына тоқтасақ, біздің жаратылудағы мақсатымыз, бұл өмірдегі, келудегі мақсатымыздың бәрі ол негізінде бір мақсат, ол Аллах Тағалаға құлшылық ету, Аллах Тағаланы тану екен. Құранда Аллах Субхана Тағала Заррият сүресінің 56 аятында Аллах Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудун. Мен адам баласы мен жынды тек қана өзіме құлшылық ету үшін жараттым деген аят бар. Осы аяттың тәпсірін Абдулла ибн Аббас тәпсіршілердің ең үлкен ғалымы болған сахаби, ұлы сахаби, Аллаға құлшылық ету үшін деген сөзді Алланы тану үшін деп тәпсірлеген екен. Сондықтан бәріміз Аллах Тағалаға құлшылық етеміз. Бәріміз бір Аллаға құлшылық етеміз. Бәріміз бір Аллаға сенеміз. Бәріміз бір пайғамбарға ілесеміз. Бәріміз сол ақырет күніне иман келтіреміз. Бірақ та біліңіздер, ислам діні ілімге құралған, ілімнің үстінде құралған, дәлелдерге сүйенген. Осы нәрсемен біз иман бекітеміз. Басқа діндерде бір қиссаларға мән беріп, ақылға мән беріп, сезімге мән беріп, философияға мән беріп, сенім бекітіп, сонымен өздері бір ұғым қалыптастырып, сондай ғып дін ғып жүрсе, ал ислам дінінің айырмашылығы, ол бір нәрсеге сенсек те, біз бір негізге сүйеніп сенеміз. Бір нәрсе амал жасасақ та, оның бір негізі бар екендігіне көзіміз жеткізгеннен кейін амал жасаймыз, иншалла. Сондықтан біздің имани сенім бекітуіміз, яғни иман келтіруіміз неге сүйену керек екен? Ол әрине, ол Аллах Тағаланың Құранына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жеткізген хадистеріне, сахабилердің айтқан сөздеріне, сенімдеріне сай келу керек екен. Одан кейінгі өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мирасқор болған ғұламалардың көрсеткен жолымен біз сенім бекітуіміз керек екен. Сол кезде ол сенім иншалла дұрыс болады екен. Әрине, Құранда да Аллах Субхана Тағала бірнеше жерде өзін тану керек екендігін бұйырып айтты. Құранда Аллах Субхана Тағала Мұхаммад сүресінде айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах. Вастағфир ли зәмбик ва лил муъминина вал муъминат. Я Мұхаммад, білгін дейді. Бірінші аят былай келді: Алла Тағаланың жалғыз екендігін білгін. Одан кейін күнәңа кешірім сұра Алладан, өзің үшін, мұсылмандар үшін, мұсылман әйелдер үшін,
күнәларына кешірім тіле. Енді осы аятта мән берілетін нәрсе, Аллах субхана тағала ең бірінші бізге өзін дұрыс тануға бұйырып жатыр. Біз қашан Аллах тағаланы дұрыс тансақ, сол кезде біздің құлшылығымыздың қабыл болатындығы, аятта келгендей біздің Алладан сұраған тілек дұғаларымыз, истиғфарларымыз, жасайтын тәубаларымыздың бәрі содан кейін ғана қабыл болатындығына аяттың өзі меңзеп тұр. Енді Аллах субхана тағаланы тану дегенде қалай? Біз Құранда қалай келді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қалай жеткізді? Солай ғана танимыз. Яғни Аллах тағала жалғыз, Аллах тағала өзінде жалғыз, сифатында жалғыз, Аллах тағала істерінде де жалғыз. Оны әрине жік-жігіне иншалла тоқтаймыз. Демек, ақида ілімінің маңыздылығы ол біз жаратушымызды дұрыс танып, құлшылықты дұрыс жасауымыз үшін екен. Сондықтан имам Ғазали айтады, рахимахулла, «Ла тасихул ғибадату илля бa'да мa'рифатил ма'буду» дейді. Кімде кімнің құлшылығы дұрыс болмай тұрады? Қашан өзі құлшылық етіп жатқан Тәңірін дұрыс танымайынша дейді. Яғни біз Аллах тағаланы дұрыс танымайынша біздің құлшылығымыздың қабыл болу, қабыл болмауы ол екі талай екен. Әр адам әр қалай ойлау мүмкін. Аллах тағала мүмкін осындай шығар, ол осындай шығар деп өзінің ойымен кетіп адасуы мүмкін ондай жағдайларда. Ақырет күніне өз ойыменен біреулердің жеткізген қисса ертегі әңгімелермен сеніп амал жасауы мүмкін. Бұның бәрі ол дұрыс емес, ғылымға сүйенбей, ақида оқымай бекітілген сенім болғандықтан бұның бәрінде әрине қайыр жоқ дейді. Енді бұл ақида ілімі ілімдердің ішіндегі ең қасиеттісі және ең маңыздысы, құрметті жамағат. Өзі ислам діні үлкен үш ілімнен тұрады екен. Ол ақида ілімі, фиқ ілімі, ақлақ ілімі екен. Ақида ілімінде осы сенімге қатысты нәрселердің бәрін өтеді. Ең бірінші нәрсе, егер ақида ілімі дұрыс болмай, мұсылманның жүрегінде сенімі дұрыс болмаса, оның жаңағы жасаған құлшылығы, адамдармен жасап жүрген ислами мәмілелері, көрсетіп жүрген көркем мінезділіктері бәрі ол негізі пайда бермейді екен. Өйткені не? Негізгі фундаменті дұрыс емес. Сондықтан ең бірінші оқылатын ілім, ең бірінші мән берілетін ілім ол осы сенім ілімі екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбарлығына қарасаңыздарда, Меккеде 13 жыл жүрді. Одан кейін Мединада 10 жыл жүрді. Меккедегі 13 жылда тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам немен күресті? Ол жалғандықпен, хақта күресті. Серік қосымен күресті. Яғни адамдарды 13 жыл бойы ақидаға шақырды, дұрыс сенімге шақырды. Өйткені ол негізгі діннің сенімі, негізгі діннің маңызы, мәйегі осы ақидада екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисін бекер айтқан жоқ. Менің үмметім 73-ге бөлінеді. Басқа яһудилер 71-ге бөлінсе, христиандар 72-ге бөлінсе, менің үмметім 73-ге бөлінеді. Соның біреусі ғана құтылады, сол ғана жаңағы жәннатқа кіреді дегенде сахабилер, я Алланың елшісі, оның қайсысы дегенде, ол Алланың кітабында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінде болғандар деген хадисі баршаңызға мәлім. Енді осы хадистен бүгінгі алатын ұғымымыз, жалпы ислам дінінде адасушылық, жамағатқа бөлінушілік, фырқалардың тарауы деген нәрсенің өзіне пайғамбарымыз осы хадис арқылы ишарат беріп кеткен екен. Енді ақида ілімінің бірінші маңыздылығы ол Аллах тағаланы дұрыс танып,
қосудан сақтануға, яғни үлкен септігін тигізетін ілім ол ақида екен. Екінші, бойдағы, ойдағы күмән мен күдіктен арылтады екен ақида ілімін оқу арқылы. Үшінші, әртүрлі діни пікірлер, мысалға, дінді біреулер саясатқа айландырады, сол арқылы өзі бір жүйе құрады, сондай сенім құрады, сондай жол құрады. Біреулер бір атаға, бурайға жету үшін басқа осындай адасушылықтардың бәрінен сізді аман алып қалатын, дұрыс сенімді жүрегіңізге ұялатуға себеп болатын ол жаңағы ақида ілімі екен. Имам Абу Хасан аль-Аш'ари, Алла ол кісіге разы болсын, ахли суннаның үлкен негізін қалаушы ғұлама имам Матурди екеуінің мектебі егіз деп айтылады. Осы кісінің сондай бір жақсы танымал сөзі бар. Афталул илми әл-илму биллахи ва расулихи ва умури динихи деп айтқан екен. Ілімдердің ішіндегі ең абзалы ол Алланы тану ілімі, оның расулын тану ілімі, және де Аллах тағаланың дінін үйрену ілімі деп жеткізген екен. Бұрынғы заманда ұлы ғалымдар Абу Ханифа сияқты, имам Шафиғи сияқты, имам Малик сияқты, Ахмад ибн Хамбал сияқты ұлы ғалымдар да бұл ілімге өте қатты мән берген. Абу Ханифа сахаби көрген ұлы ғалымның өзі сол заманда сахабилердің кезінде негізі мұсылмандардың ішінде осындай ақида ілімінің фитналары болған кезде соның бәрін зерттелеп, жамағаттардың бәрін анықтап, олардың дұрыс емес екендіктерін жүздеріне басып дәлелдеп, ахли сунна уал жамағаның ақидасын қорғаған ғалымдардың бірі ол Абу Ханифа. Сол заманда ақида іліміне байланысты кітап жазады. Яғни кітап жазу дәуірі басталмай тұрған кезінің өзінде Абу Ханифа кітап жазады. Фиқхул Акбар кітабы үлкен түсінік, яғни Фиқхул Акбар деген үлкен фиқ деген мағынаны білдіреді, ол ақида ілімін меңзеп жатыр. Фиқхул Абсат кітабы, Уасият Аби Ханифа, Ал-Алим вал Мутааллим кітаптары, осылардың бәрі ақида іліміне жазылған кітап.